Ертеден келе жатқан сенімдер бойынша адамның мінезі мен болмысы оның туылған жылына байланысты. Егер сіз осы пікірмен келісетін болсаңыз, біздің бүгінгі видеомызды жоғары бағалауға тиіссіз. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Видео басталмай тұрып, төмендегі подписаться батырмасын басып, ана тіліміздегі контенттің дамуына бірге үлес қосайық. Тышқан жылы туылғандар табиғатына жұмсақ адамдар, олар шыншыл және өмірде жолы болғыштар. Тышқан жылғылар өзінің күші мен мүмкіндіктеріне сенімді. Айналадағылар оларды бақытты адам деп ойлайды, бірақ олар бұл пікірмен келісе қоймайды. Мәселе мұнда, олар бір жапырақ нанның өзін маңдай терімен тауып жейді. Олар тез әрі жылдам, эмоцияға берілгіш келеді. Өмірде болған келеңсіздіктерді өте ауыр қабылдайды. Ал бұл жағдай олардың денсаулықтарына кері әсер етуі мүмкін. Олар отбасын алға сүйреп, жұмысында да биіктен көрінуді мақсат тұтады. Тышқан жылғылар үнемі пойызға кешіккен жолаушыдай асығыс өмір сүреді. Майда шүйде нәрселерге де қуана біледі. Келешектерін көп ойлағандықтан ақшасын да орнымен жұмсайды. Олар айналадағы көрген білгендерін көңілдеріне түйіп, жақсы нәтиже шығара алады. Бірақ еңбек сүйгіш болғанымен кейде соған жараса сәттіліктерге жетпей жатады. Олар кішкентай нәрселердің өзіне мән беріп өмір сүреді. Себебі өмірдегі үлкен бақыттар кішкентай қуаныштардан тұратынын біледі. Тышқанның мінезі кейде біраз қопалдау болуы мүмкін. Сиыр жылғылар. Бұл мүшел тышқанға қарама-қарсы. Табиғатынан ауыр мінезді, сабырлы және әрекетшең келеді. Олар бір уақыттың өзінде бірнеше шаруаны қатар атқару мүмкін. Мәселен, кітап оқып отырып, арасында өзіне керегін түртіп алады. Тамақтанып, теледидарды да көріп үлгереді. Олар тез шешім шығаруға асықпайды. Ойындағысын мың рет ойланып, толғанып барып жауабын айтады. Олардың денсаулықтары өте мықты. Әдемі киінгенді жақсы көреді. Ұзақ уақыт бір жерде отыра алмайды. Сиыр жылғылар өз-өзімен гармонияда өмірден ләззат алып өмір сүруді біледі. Өзінен ештеңені аямайды. Сиыр жылғылар саяхаттағанды жақсы көреді. Олардың пікірінше өмір онсыз да әділетсіздіктерге толы. Сол үшін олар майда шүйдеге бола көңіл күйін түсірмей, достарының ортасында көңіл көтеріп, табиғат аясына шыққанды ұнатады. Олар пайдалы іспен шұғылданып, оған өмірін арнауға да бар. Сиыр жылғылар қайратты, әрі тамаша сұхбаттас, талапшыл жандар. Барыс жылғылар өмірде жолы болғыш, парасатты адамдар. Өзгелерді терең түсініп, жан тәнімен сезіне алады. Болып жатқан жағдайда жан-жақты ойлап барып шешім шығарады. Дүниеге көзқарасы кең, ғалым адамдар. Олардан тамаша дәрігерлер шығады. Адамдарға қамқор, отбасына жақсы қарайтын адамдар. Бірақ өзіне жараса мінез құлықтары да бар. Өзіне тиісті заттарының үнемі ұқыпты, жинақы болғанын қалайды. Қалаған уақытында өзін еркелетіп, демалуды да біледі. Олар көп сөйлемейді, жұмысты жай істейді, бірақ еріншек емес. Оларды айыптап, балағаттауды ойыңызға да алмаңыз. Себебі олар дер кезінде жауап бермегенімен өмір бақи сізден көңілі қалып кетуі мүмкін. Арзан әңгіме, өтірік сөз айтып әуре болмаңыз. Олар мұндайды жек көреді. Шешім қабылдауда көбінесе дұрыс тарапын таба алады. Келесі қоян жылғылар. Олар өте еңбекқор, жауапты адамдар. Екінші жағынан ашушаң, қызуқанды, мінезді адамдар болып келеді. Өзін айналадағыларға сыйлатқысы келеді. Бірақ мұнысынан нәтиже шықпай, кейде денсаулықтарына зиян келтіріп алуы мүмкін. Олар өздерінен, жүріп тұрысынан, ішіп жемінен ештеңені аямайды. Өте талапшыл болғандықтан кейде отбасы мүшелерімен келіспеушілік туындап жатады. Сәтсіздікке түссе, өзін тез тастап жібереді. Оларды сондықтан сен күштісің, мықтысың деп тез мақтап тұрыңыз. Олардан мықты спортшылар мен саудагерлер шығады. Қоян жылғылар ескеретін жағдай, адамдарға кішіпейіл болуды ұмытпаңыз. Ұлу жылғылар әбден ойланып, жоспарлап барып іске көшетін адамдар. Бастаған ісін соңына жеткізбейінше тыным таппайды.
өтірік мақтанға алданбайды. Олар қуатты адамдар, жеткен жетістіктеріне қуана біледі. Олар өте еңбекқор, тәртіпке бағынатын жандар. Келісімге келіп ортақ шешім шығаруға да талаптанады. Өмірінде кездескен келеңсіздіктерді оңай әрі ақылмен шешеді. Ақша мен махаббатты бағалайды. Жылан-жылғылар қу, айналаға сенімсіздікпен қарайтын адамдар. Сол үшін сөйлегеннен гөрі тыңдағанды жақсы көреді. Олар шыдамды, біреуден ақыл сұрағанды ұнатпайды. Бүгінгі күнмен өмір сүреді. Көңілді орталарды жақсы көреді. Ақша жұмсағанды ұнатады. Мақсатына жете алатын жігерлі жандар. Олардан кәсіби дәрігерлер, журналистер мен әскери адамдар шығады. Жылқы жылы туылғандар өте сүйкімді, ашық жүзді, ақжарқын адамдар. Үй шаруасына пысық. Олар өте қарапайым, тәкаппарлықты жаны сүймейді. Бірақ оның жеке басына тіл тигізер болсаңыз, сізден міндетті түрде кек алады. Олар отбасы мен елін қатты сүйеді, бірақ ойланып барып ақылмен шешім қабылдайды. Дүние мүлікке қызыға бермейді. Олардың еңбек сүйгіштігіне қарап, дос-жаран мен ағайын туыстар оларды қатты жақсы көреді. Оларға біраз еркіндік пен тәуекелге бел буу деген сияқты қасиеттер жетіспейді. Қой жылғылар өте кешірімді, ғажайып адамдар. Бірақ кешіреуден бұрын сізге деген өкпе-ренішін айтып, бір жеңілдеп алады. Солай екен, онымен сөзге келіп қалсаңыз, естетініңізді естуге дайын тұрыңыз. Бірге жүрсеңіз, олардың күші мен ақылдылығына таң қаласыз. Олар өзгелерге қарағанда алда жүріп, оларды соңынан ерте алатын тамаша қабілетке ие. Көп нәрседе жетістікке жете алады. Олар өмірде көп жетістікке жете алатын жолы болғыш адамдар. Мешін жылғылар қой жылғыларға қарағанда алда жүруге ұмтылмайды. Бүгінгі күні тыныш, ертеңге уайымсыз болса жетерлік. Ең қиын жұмыстардың өзін үддесінен шығып нақты орындайды. Мешін жылғылар өте еңбекқор. Онысымен қатар олардың көңілі нәзік, тез қапаланғыш болады. Мешін жылғылар қамқор жандар. Олардан тамаша педагогтар мен суретшілер шығады. Тауық жылғылар өзіне сенімді, жүйкесі шыдамды, бақуат адамдар. Көптеген жетістіктерге жетіп, алға ұмтылуға қадір. Бұл үшін оларды қолдап тұрсаңыз болғаны. Ішшең, шаруаға бейім, әзілкеш, ортасына жағымды адамдар. Әдемі киініп, күліп жүргенді ұнатады. Ит жылы туылғандар ашық жүзді, келісті адамдар. Олар кез келген адаммен жақын араласып кете алады. Олар ортаның гүлі, өз көзқарасын берік ұстанатын адамдар. Ит жылы туылғандар отбасына қолайлы. Оларда мейірбан ата-ана шығады. Олар шын дос бола алады. Олармен тату-тәтті өмір сүруге тырысыңыз. Әйтпеген жағдайда сізді аяп отырмайды. Доңыз жылы туылғандар өте ақылды, оқымысты, іс білермен адамдар. Айналасындағыларды тәртіпке сала алады. Заңды құрметтеп, сол бойынша іс бастайды. Өзіне тапсырылған істі мүлтіксіз орындайды. Олар ортада өзін жақсы ұстап, диктаторлығымен көзге түседі. Нақты әрі дұрыс шешім шығара алады. Еңбекқор, қамқор жандар. Олардан мықты хирургтер мен юристер шығады.